Ассалаумағалейкум ағайын. Қазақ халқы достықты ерекше құрметтейтін халық. Бұрынғы қазақтар достасу, достық сөздерімен бірге тамыр болу, дос болу деген сөз тіркестерінде көбірек қолданған. Екі жігіт қылыштың не қанжардың жүзін сүйіп, мәңгі адал бос болуға серттесіп ант ішкен. Айнымас достықтың белгісі болсын деп, бір-біріне қымбат бағалы бұйымдар сыйлаған. Дәйім тығыз қарым-қатынаста болып, арадағы байланыс мүлдем үзбеген. Жақсы жолдастар кейде өзара байланысты одан ары нығайту үшін ұл-қыздарын үйлендіріп, өзара құдалы адамдарға айналған. Айрылмастай, досыңа қайырылмастай сөз айтпа. Айтулы достың малы бір, кемедегінің жаны бір деген секілді мақалдар. Ер азаматтар арасындағы алғаусыз адал достық пейіл, мәрттік мінез, жалпы мұсылмандық пайымдағы мүмін атаулыға меймандос көңілмен бір арнада тоғысады. Жақсы жігіт жаныңа жолдас, жаман жігіт малыңа жолдас делінеді халық мақалында. Байлық пен билік барда жолдас болып, одан айырылғанда алыстайтын мал-мүлік, мүдде, дүние үшін немесе күнә жолында дос болғандар қиямет күні бір-біріне дұшпан болады. Сондықтан да пайғамбарымыз иман келтірген жанмен ғана жолдас бол, асыңды да тек тақуалар ғана жесін деп өсиет еткен.